Сәлеметсіздер ме, ұстаздар? Сіздермен Нұртылған Тынышқалиқызы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз тағы бір нейрожелі, яғни сіздер өз сөздеріңізбен сурет құрастырасыздар. Өткенде чат-бот туралы айтқанмын, нейрожелі чат туралы. Бүгін сурет құрастырамыз. Ол үшін сіздер Microsoft-тың браузеріне кіресіздер. Оның ішінде сіздер Microsoft-тың іздеу жолағы бар, Bing деген, Bing.com деп тұр. Бірінші сіздер соған кіресіздер, және сіздер бұл жерде бұл тіркелесіздер. Мен тіркелгенмін. Бұл жерде сіздер Mail.ru почтасымен, өздеріңізде бар почтамен тіркеле берсеңіздер болады. Өйткені бізге қазір тіркелу керек болады сұрағымыз қойған кезде, және бұл жерде ChatGPT сияқты бұның да өзінің сұрақ қоятын чаты бар, оған кейін тоқталамын. Біз бүгін сурет салу нейрожелісіне тоқталамыз. Ол үшін көріп отқаныңыздар изображениеге бардық, және біз изображениені бастық. Бұл жерден сіздер создать дегенді басасыздар. Неге өзіміз құрау үшін? Енді сіздерден жолағына сіздер жазасыздар. Сіздерге қандай не керек, соны жазасыздар. Мысалы, мен жаңа дайындап қойғанмын. Копировать етіп алам, яғни мен мысық Токио қаласында автобус остановкасында мен сұрағымды қойдым. Ол маған құрап жатыр. Загрузкада жүріп жатыр. Ойланып жатыр. Және менің сұрағыма қазір жауап береді. Бірнеше сурет үлгісін көрсетеді сіздерге. Сол суреттердің ішіне өзіңізге қажеттісін скачать етіп алсаңыздар болады. Көрдіңіздер ме? Токио қаласында мысықтың остановкада күтіп тұрған мысық. Бірнеше түр бейнеленген. Егер бұл сурет сізге керек болса, өзіңізге сохранить изображение как деп әдеттегідей сақтап аласыздар. Мен түсті. Тағы сол сияқты бірнеше. Мысалы, біз жазайық, қыз келбеті терезе алдында орман көрінісі терезеде қырау бейнеленген. Алдынан орман көрінісі бар. Көрінісі тау беткейлері. Деп жазып, іздеп көрейік. Қазақшада іздесек де барлығы шығарып береді. Менің ойлаған нелеріміз келіп жатыр, және сіздердің осы уақытқа дейінгі дайындаған суреттеріңіз мына жақтан көрініп тұрады. Мен дайындаған қаншама суреттерім. Өз ойларыңыздағыны жазасыздар, сіздерге сурет қылып бейнелеп береді. Қараңыздаршы, қандай керемет, терезе алдында бейнеленген қыз көрінісі деп едім, қандай күшті бірнеше суреттер шығарып берді. Қыз келбеті терезеде қырау бейнеленген деп едім, менің сөзім қате болып кетті. Оны оқымай қалды шамасы. Бірақ терезе алдынан бейнеленген қыз келбетін көрсетіп тұр. Өздеріңізге әдеттегідей сохранить етіп аласыздар. Және бұл суретті құрадық біз нейрожелі арқылы. Енді біздер
осы Bing өзінің ChatGPT секілді өзінің мінекей Bing тіркелдік қой біз. Енді сіздер изображение дегенді бастыңыздар, одан создатты басып біз жаңа сурет құрастырдық. Енді біз бұл жерден несі арқылы сөйлесе аламыз. Мінекей копилот дегенді бассаңыздар, сіздерде сұрақ қойсаңыздар, сұрақтарыңызға да жауап береді. Мінекей өзі жазып тұр маған, қандай көмегім керек дейді. Так, жазамыз. Мұғалімге қажетті ең тиімді оқыту әдістері деп жазайық. Мінекей менің сұрағыма ол жауап беріп жатыр. Сабақты дұрыс ұйымдастыру маңызды. Әдіс тәсілдерде мінекей ауызша жазбаса тест, каход әдісін көрсетіп берді маған. Бірлескен оқу әдісін пайдалануға болады. Ол сыныпта қалыпты ахуал құру, оқушыларды бірлесу арқылы оқу мақсатына бірге тез жете алады деп Jigsaw әдісін ұсынған. Бинго ойынын ойнатуға болады. Қандай сайттан алуға болатынын да тіпті жазып берген екен. Мінекей осылай өз сұрақтарыңызды қойып жауап ала аласыздар.